Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Тіркеліп лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыз. Бүгін сіздермен оңай дайындалатын печенье түрімен бөлісемін. Үй температурасында май, жұмыртқа, шекер, ұн, какао, разрыхитель, ванилин және шым тұз қажет. Енді үй температурасына еріп тұрған майымыздың үстіне тұзымызды, шекерімізді, жұмыртқамызды салып, бір келкі маста болғанша араластырамыз. Өзіме осындай оңай дайындалатын печенье рецепттері ұнайды, және оны сіздермен де бөліскім келіп отыр, және бұдан кейін де бөлісіп отырамын. Ол үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Мені жоғалтып алмас үшін колокольчикті басып қойыңыз міндетті түрде. Міне осылайша сұйық маста етіп алды. Енді үстіне разрыхитель ванилинімізді және ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне ұнымызды салдық, енді жұмсақ етіп қамыр илейміз. Өте нәзік, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болады. Міне қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды теңдей етіп екі бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды бөліп болғаннан кейін бір бөлігін шетке алып, екінші бөлігін ыдысымызға какаоны салып, екінші бөлігін какаомен илеп аламыз. Міне осылайша какаомен араластырған қамырымыз дайын. Енді осы қамырларымызды шұжық тәріздес ұзынша етіп оқтау сияқты қылып жайып аламыз. Екінші қамырымызды да дәл осылай жаямыз. Шұжық тәріздес, колбаса тәріздес етіп. Енді осы екі қамырды бірге қосып жаятын боламыз. Бір-біріне жабысып тұруға жет. Міне енді печеньеміздің қамыры дайын. Енді бірнеше бөліктерге бөліп, печеньенің формасын жасаймыз. Әрине пешіңізді міндетті түрде 180 градусқа қыздырып қойыңыз. Қалауыңыз бойынша формаға келтірсеңіз болады. Міне мен қамырларын бөліп болдым. Мен осындай dumалақ тәріздес етіп форма жасадым. Сіз де өзіңіздің қалауыңыз бойынша форма жасасаңыз болады. Міне осылайша бөліктерге бөліп қамырымның формасын жасадым. Енді осы печеньемізді 10-15 минутқа пешімізге салып аламыз. Міне печеньеміз дайын, жұмсақ әрі нәзік, дәмді печенье. Егер сізге ұнайтын болса, тіркеліп пікір қалдырып кетіңіз. Ас болсын, сіз де жасап көріңіз. Келесі видеода кездескенше.